Баршаңызға жолында сәлем достар. Бүгін сіздерге 2010 жылғы «Необычайные приключения Адель» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Түнгі Парижде көше аралап жүрген Фердинанд бір кезде ескерткіштің қасына дәретін босатуды шешті. Бірақ күтпеген жерден ескерткіштен шуақ пайда болады. Сөйтсе бұл профессор Эсперандияның бөлмесінен шығып тұрған кезекті тәжірибе екен. Осы кезде тәжірибенің кесірінен қалалық музейден 10 000 жылдық жұмыртқадан тірі птеродактиль шыққан болатын. Саяхатшы Адель өзінің көмекшілерімен бірге фараон мазарына келе жатыр. Бұл қызды ешқандай байлық та атақ та қызықтырмайды. Оның бар қалайтыны тек осы мазардан фараонның ең мықты дәрігерінің мумиясын алып шығу. Бір кезде мазарға жергілікті полиция келгенде Адель саркофагқа кіріп, олардан әзер құтылады. Осы кезде Парижде птеродактильдің кесірінен әйгілі политик аварияға түскен болатын. Бұны естіген президент динозавр жайлы әңгімені өтірік деп ойлап тұр. Бірақ телефонмен сөйлесіп тұрғанда терезеден динозаврды көріп зәресі ұшады. Президенттің бұйрығы бойынша инспектор Эбони бұл істі өз қолына алатын болды. Бірінші кезекте инспектор музейге келіп, қызметкерлерге сұрақ қойғанымен, олардың бұл жағдайға ауыз ашатын түрлері жоқ. Сөйтіп, олар инспекторды ежелгі жануарларды зерттеуші Эсперандияға жібереді. Осы кезде профессор динозаврға тамақ беруде. Ал полиция келгенде оны балконға жасырып, пердемен жауып қояды. Инспектор уақытты босқа жоғалтпай сұхбат кезінде тамақтанып алуды шешті. Бірақ тамақтың иісін сезген динозавр балконнан атып шыққанда инспектордың зәресі қалмады. Осылай инспектор профессордың есі ауысқан деп тұтқындауды бұйырады. Адель өзінің үлкен жәшігімен бірге Парижге келді. Үйіне келе салсымен оған үйдің есі қыздың әр елден әкелген естелік заттары үйді толтырып жібергенін айтуда. Бірақ та Адель оны тыңдайтын емес. Бір бокал ұрттап алып, Адель әпкесі жатқан бөлмеге кіреді. Ешқандай эмоциясыз қатып қалған кейіптегі әпкесімен біраз сөйлесіп, оған әкелген мумияны көрсетуде. Үйден шығар кезде жас қыз Анжи атты үнемі хат жазып тұратын жігітке кезігеді. Адель үнемі саяхатта болғандықтан жігіттің сезімдеріне жауап беруге уақыты жоқ. Бірақ сонда да хатты алып кешке оқуға уәде береді. Ал қазір жас қыз түрмеде отырған өзінің жақын досы Эсперандияға бармақшы, өйткені тек профессор ғана мумияны тірілте алады екен. Енді Адель онымен қашып шығу жоспарын құруда. Жас қыз адвокат, медбике, аспазшы, тіпті монашка болып кірсе де бәрібір бекер. Қалаға келген атақты Сан-Дюбер атты аңшы тез арада птеродактильдің көзін жоймақшы. Эйфель ғимаратына шыққан Сан-Дюбер динозаврды аңдып тұрғанда инспектор тағы да тамақтанып алуды шешті. Бірақ та динозавр бәрін құртса болама. Профессорды өлім жазасынан құтқару мүмкін емес сияқты. Сондықтан Адель өзінің ең әдемі киімдерін киіп президентке келіп тұр. Жас қыз оны профессорды құтқаруға көндіруде, бірақ та екеуінің әңгімелері динозаврдың кесірінен бұзылады. Адель президентті құтқарып қалса да, күзетшілер бұны президентке шабуыл деп түсініп, бөлімшеге алып кетеді. Ал президент болса не болғанын түсінбей тұр. Сан-Дюбер инспектор мен қойдың кейпінде динозаврды күтіп отыр. Оның ойынша динозаврдың үйшігі жақын жерде болса керек. Мумияны әйнек шкафқа қойған Адель оның қалай әпкесін емдеп шығаратынын елестетуде. Ваннада Адель әлгі жігіттің хатын оқыған соң тез арада үйден атып шығады. Жолай әлгі жігіт ғашығын кезіктіріп, оны птеродактильдің үйшігіне алып келеді. Батыл қыз динозаврдың үстіне мініп, профессорды құтқарудың жолын ойлап тапты. Профессорды енді өлтірейін деп жатқанда, осылай Адель оны динозаврмен құтқарып үлгереді. Музей қызметкерлері Эсперандияның келгеніне қуануда. Динозаврдың қуаныштан шыққан дауыстары барған сайын қатты шығып, Сан-Дюберге дейін жетеді. Қаруын көздеп аңшы динозаврды атып түсіргенде, бұл оқтың ауруын профессор да сезді. Әлсіреген профессорды Адель тез арада үйіне әкеліп, о дүниеге кетпес бұрын оған мумияны тірілтіп алмақшы.
Профессор жас қызға айналаның бәріне ескі заттарды қойғызып, ритуалды бастағанда күтпеген жерден күші таусылып, сол жерде мерт болады. Осы кезде паркте динозавр да қайтыс болды. Енді Адель әпкесіне қалай көмектесерін білмей отыр. Бір кезде шкафтан түш көріп әлгі мумия шығады. Ол қыздың барлық саяхатын естіп және біліп отырған екен, және ұқыппен қарағаны үшін алғысын білдіруде. Мумия Агатаның бет-әлпетіне қарап шығады, бірақ та өкінішке орай мумияның медицинаға еш қатысы жоқ екен. Тірі кезінде ол инженер және физик болыпты. Қолына бір кесе шайды алып, мумия әпкесіне не болғанын сұрайды. Адельдің айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын әпкесімен теннис ойнап жүргенде Адель допты қатты ұрып жіберген болатын. Әпкесі болса доптың соққысынан басындағы үшкір түйреуішке құлаған екен. Содан бері Адель бұл жағдайға өзін кінәлауда. Мумия көмектесе алмайтыны үшін тағы да қыздан кешірім сұрап, ритуалдың әсері 2 километр жерде не бар, соның бәрін тірілткенін ескертеді. Адель көпке созбай газет арқылы екінші Рамзестің мумиясы музейге келгенін оқиды. Адель әпкесінде алып шығып, үшеуі бірге музейге қарай аттанбақшы. Ал мумия болса қаланы бұрыннан білетіндей еркін жүр. Бір кезде көшеде жүрген Фердинанд кешегі жағдайдан әзер құтылғанда алдынан костюммен мумия шығып, осылай есінен таныды. Мумия тек қолын сілтеп, күзетшілерді ұйқыға жіберуде. Ақыры үшеуі саркофагтарға келгенде мумия бірінші Рамзестің адамдарын шығарып, соңында Рамзесті босатады. Көңілсіз Рамзес олардың неге ұйқысын бөлгендерін түсінбей отыр. Адель болса көпке созбай бар жағдайды айтып шықты. Оның сөздерін естіп, Рамзес өз адамына қызды қарап шығуды бұйырады. Осылай залда таза сиқырмен бәрі жабылып, қызды емдеуге кірісуде. Операция біткен соң Рамзес адамдармен бірге түнгі Парижді аралауды шешті. Қайта оянған Агатаның есінде тек доптан алған соққы ғана, ал 5 жыл өткенін мүлдем байқамай қалыпты. Фердинандта есін жиып, мумияны жай елес деп ойлап тұр. Бірақ алдынан бір емес 10 шақты мумия шыққанда қайта есінен таныды. Рамзестің ойынша Париж өте көрікті қала, тек бұл жерге пирамида жетіспейді екен. Негізі дәл сол жерден бірнеше жыл өткен соң әйнектен жасалған Лувр пирамидасы пайда болады. Қолына гүл ұстаған Анже қобалжып Адельге келе жатыр. Бірақ та есікті Агата ашып тұр, ал Адель қайта саяхатқа кетіп қалған болатын. Әпкесі де жігітке өте сұлу көрінді, бірақ Адельге қарағанда өте қонақжай болып шықты. Осы кезде Адель жаңа саяхат үшін үлкен лайнерге отырмақшы. Жас қыз бүгінше өзін біртүрлі сезініп тұр. Бірақ саяхатқа деген қызығушылық оны жіберетін емес. Өкінішке орай Адель отырған лайнер Титаник болатын, және оны шынымен де үлкен шытырман күтіп тұр. Осымен біздің необычайные приключения Адель атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.